өзіне мақсатсыз пайдаланатын болса, ол ешқандай ұлтаралық қақтығыстарға кезікпейді. Бұл қорғаныс жолын ұстанатын елдер өз мемлекеттерін бейбіт әрі бақытты өмірге қол жеткізе алады. Дұрыс айтасыз. Бұл шешу жолы өз ең ықтимал жолдардың бірі. Бейбіт кезінде де, соғыс кезінде де қолданылатын шешім. Қазіргі заманның екенін нағыз көрсеткіші деп санаймын. Рахмет. Тағы да бір оқушы оқиық. Болдырмауға әрі шешуге кепілдік береді. Асықпаңыздар. Жақсы, қазір қалған уақытта тағы да тексеріп отырамын. Сіздердің назарларыңыз ортада болсын. Бізде ортада шаңырақта келдім. Уықтарын енді лента ретінде көрсеттік. Ендеше бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз орнымыздан тұрып, осы бір уықтан алып, жылы сөзді бір-бірімізге арнайық. Жақсы, бүгінгі күнге сәттілік. Бүгінгі күндеріне сәттілік барлық сабақтардан берсін алыңдар. Жарайды, Кәусар. Әзірге сенің бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Рахмет. Аяулым бүгінгі көңіл күйің жақын болсын. Рахмет. Бейбітшілік пен келісім сарайы қай қалада бар? Астана қаласында. Барғандар бар ма? Қол көтерейікші. Бірнеше барлықтарын барысыңдар. Енді мен бұл қалай ойлайсыңдар? Неге мен сабақтың басында сіздерге бұл бейбітшілік пен келісім сарайының макетін көрсетіп отырмын? Тақырыпты болжап көрейікші. Елдердің арасында бейбітшілік туралы сөйлесеміз. Тағы да. Дұрыс айтасыздар, дәл таптыңыздар, бұл Астанадағы бейбітшілік пен келісім сарайының макеті. Ендеше біздің бүгінгі тақырыбымыз, назар аударыңыздар, бейбітшілікті аңсаған әлем елдері деп аталады. Бүгінгі қазақ тілінен. Бүгінгі күнді дәптерді ашып, күнді жазып қойыңыздар, тақырыппен бірге. Барлықтарыңыз. Егер лайна болса, шетіне қарай отырыңыздар. Болды ғой, иә? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тұтас емес кесте болады, диаграмма болады, түрлі суреттер болады. Солардан бүгін біз мәліметтерді салыстырамыз және өңдейміз. Мақсатты сіздердің аудиторияны осы сыныптағы қызығушылықты арттыру үшін әртүрлі жанрдағы мәтіндерді құрастыруға тырысамыз. Және де өздеріңізбен өткен салалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу үшін түрлерін қолданамыз және де бүгінгі сабақта осы тақырыпқа байланысты бірнеше сөйлемдер құрастыратын боламыз. Алғашқы сұрақ ауызша тапсырма мына болсын. Жаңа мен сіздерге пирамида дедім, иә, Астанадағы. Сіздерге дескрипторы берілген, яғни пирамиданың қай жылы 2006 жылы 2 қыркүйекте ашылғандығы, табан қабырғасының ұзындығының өлшемдері берілген, және де сол осы бейбітшілік пен келісім сарайында музей, концерт, опера залдарының барлығы, және де бұл дизайнерлердің, архитекторлардың өздерінің ұсынысы бойынша 130 көгершіні бар, үлкен жаңағындай неме қоршап тұр екен, шыны күмбез қоршап тұр екен. Сіздерге ауызша тапсырма болсын. Біз сіздер білемін, төрт тілде, орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде еркін сөйлейсіздер. Кейбір оқушылар француз тілінде де. Қалай ойлайсыздар? Егер шет елден бізге, мемлекетімізге саяхатшылар, қонақтар келген кезде, бәлкім сіз гид болып қызмет етсеңіз, біздің осы келісімсі, бейбітшілік пен келісім сарайын сіз осы бірнеше тілде қалай таныстырар едіңіздер? Кім таныстырғысы келеді? Түрлі тілде. Бірінші қазақ тілінен бастайық. Кім қазақ тілінде таныстырғысы келеді? Ақбота бастайық. Сәлеметсіздер ме, құрметті туристер. Бұл біздің Қазақстан
мемлекетінің Астана қаласындағы бейбітшілік пен келісім сарайы. Бұл 2006 жылы 2 қыркүйекте ашылған. Жақсы, рахмет. Бір-бірімізді қолдап қойыңыздар. Енді екінші әлем тілде, бүгінгі әлемдік тіл, ағылшын тілі, ағылшынша кім таныстырғысы келеді біздің осы бейбітшілік пен келісім сарайын? Аяулым. Hello everyone, hello tourists and everyone. So it's a historic place where everything included in there, some entertaining activities including museums. Енді түркше kім tanıştırgısı келеді? Asılım. Merhaba arkadaşlar, ben sizlere git olacağım bugün. Bizim çok güzel manzaramız var. O 2006 yılı 2. Eylül'de açıldı. Келесі әдіс бізде қазір пазл ойыны ауызша тапсырмадан кейін қазір пазл құрастырамыз, тақиямен бөлініп алдық. Енді сіздерде тапсырма қазір жұптық тапсырма болады. Жаныңыздағы 3 оқушы немесе 4 оқушыдан жұптаса аласыздар. Қазір мен мемлекеттік туларды беремін. Сіздер пазл құрастырған кезде қай мемлекеттің туы шығатындығын дәл табуларыңыз керек. Мынау 3 оқушыға сіздер үшеуіңіз жұптасасыз. Болдық қой дейме, енді атап өтейік. Бірінші жұптан бастап қай мемлекеттің туы сізге келді? Пакистандікі. Сіздерде ше екінші жұп? Палестинанікі дейді. Дұрыс айтасыздар. Келесі? Ресейдікі. Келесі жұп? Украина. Біздікі Үндістан. Израильдікі. Енді қыздар сіздерге сұрақ. Қалай ойлайсыздар? Сіздерге берілген тулар неге осы әлем бойынша басқа елдер емес, тура осы елдер таңдалды? Бір сәт ойлаңыздаршы. Украина, Ресей, Үндістан, Палестина, Израиль. Азия континентінде орналасқан елдер. Тағы да кімде қандай идея? Аяулым. Мемлекеттерде соғыс болып жатыр және де сондай басқа елдермен ара қатынастары жатыр. Тағы да аяғым. Құрамында бар мемлекеттерде. Біріккен ұлттар ұйымының құрамындағы бар мемлекеттерде тағы да кімде қандай идея? Қақтығыс болып жатқан елдердің. Дұрыс, сіздер негізі дұрыс таптыңыздар. Өйткені әлем бойынша кейбір елдердің тыныштығы кетіп отыр, иә, бейбіт заманы бұзылып отыр. Яғни бізге пазл бойынша құрастырған мемлекеттерде бүгінгі күнде әртүрлі тарихи, саяси, ірі қақтығыстар болып жатқан себептен біз пазл әдісі бойынша осы мемлекеттерді не істедік? Анықтадық. Енді келесі тапсырма бізде қазір сіздерге осы дескрипторы берілген тақтада көрсетіп тұр. Бірінші сіздер пазлды құрастырып алдыңдар, туды анықтадық. Енді дәптерге сіздер байқасаңыздар алдыларыңызда ту тұр. Міне. Осы тудың біреуін таңдап алып жүппенен артында мәліметтер бар, қарасаңыз, иә? Қай мемлекеттікі деген сияқты 4-5 сөйлемнен тұратын, тіпті одан да аз болса болады, қысқаша мәтін құрастырып жіберіңіздерші. Оқиық, кім қай елдің туын алды бірінші, сосын мәтінді оқимыз. Көбіміз болған сияқтымыз, Назерге бастай ғой. Қай елдің туын алды мәлімесі? Ал жарайды, оқи ғой. Австралия жылы континентте орналасқан ел. Астанасы Канберра, ал халық саны 25 миллионды құрайды. Австралия ағылшын тілінде сөйлейді, ал валютасы Австралия доллар болып табылады. Рахмет. Тағы да Кәусар. Мен таңдаған ел ол Қырғызстан. Қырғызстанды естігенде қырғыз қазақ бір туған деген мақал есіме түседі. Оның астанасы Бішкек және валютасы сом. Жақсы. Рахмет.
сіздерде кітаптарыңызда 157-ші бет тұр. Қарадыңыздар ма? 157-ші бет. Осы 157-ші бетте 4-ші тапсырма тұр. Кесте. Бірінші сөйлемнің алғашқы бөлігі берілген. Сіздерге осы сөйлемдерді аяқтау керек, құрау керек, әрі қарай жалғасын. Уақыт беремін, 4 сөйлем, яғни салалас, құрмалас сөйлемді естеп шығамыз. Қазір құрап шығады екенбіз. Кім оқығысы келеді? Кімде дайын сөйлемдеріңіз? Назерке, бірінші сөйлемді оқиға. Демографиялық саясат туралы хабарды біресе газеттен оқиды, біресе оқулық баспаларында жазылады. Саласының қай түрі? Кезекте саласы. Кезекте саласы. Екінші сөйлемді кім оқығысы келеді? Әр жақта. Рабима оқиға. Дүниежүзі елдерінің демографиялық ахуалы туралы бірде жаңалықтарда айтылады, бірде ғаламторда көреміз. Жақсы, сіздікі де? Кезекте. Кезекте салалас, құрмалас сөйлем екен. Рабима. Тамаша, да барлықтарыңызда осылай ма тапсырма орындалды ғой, иә? Келесі бізде ерекше тапсырма болайын деп тұр. Біз сіздер байқағандарыңыздай, біздің отыратын парталарымыздың өзі әдеттегідей емес. Біз ортада мына жерде нені көріп тұрсыздар? Шаңырақ. Біздің мынау Қазақстанның киіз үйінің шаңырағы. Сіздер әлем елдерінен келген елшісіздер. Мысалы, әр мемлекетке мен туларын сол үшін қойып қойдым. Яғни біз қайда отырмыз қазір? Келісім сарайында отырмыз. Ендеше бізде бүгінгі тақырыбымыз әлем елдердің тыныштығын қалай сақтап қалсақ болады деген. Яғни ортаға шыққан оқушы сол елдің елшісі ретінде таңдаған құндылығымызды таңдай отырып, мына жерге ойларымызды ортаға саламыз. Кім ортаға келгісі келеді? Айғаным және аха. Ал бір тасты таңдаңыз. Қайсысын таңдайсың? Мен ар-ұят құндылығын таңдаймын. Жүргізтіңіз, қолыңызға ұстап тұрыңыз. Иә, неге таңдадың? Меніңше, мемлекет басшыларының ойында ар-ұят құндылығы болатын болса, олар өзінен әлсіз мемлекеттердің ақысына кірмеуші еді деп ойлаймын. О, тамаша. Қол шапалақтап қойыңыз. Келесі Назеркенің көзқарасын тыңдайық. Мен ең маңызды деп танитын жүйе тоқтамды бұл намыс. Себебі алдымен егер мемлекет өз намысын, өз ұлттық мүддесін қорғай алмаса, ол өзге мемлекеттермен ешқалай әкетісе алмайды. Жарайсыздар. Отыра қойыңыздар. Құндылығым ол ынтымақтастық. Сен өз бөлімнен таңдайсың. Мына жақтан. Менің таңдаған құндылығым ол ынтымақтастық. Өйткені төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Алтау ала болса, ауыздан кетеді. Бәрекелді. Менің таңдаған құндылығым ол рухани құндылықтар. Яғни менің ойымша, әлем тыныштығын сақтау үшін мемлекетте елде рухани құндылықтарға бай болу керек. Ендеше осы екі оқушыны бағалап жіберейікші барлығымыз аудиторияменен. Аяулымға баға. Жоғары көтеріңіздер. Вот, жарайсың дейді. Келесі Ақботаға. Жарайсың дейді. Ал ендеше осы шығарып. Жаңағы мейірімділік жоқ болғандықтан шығады. Адамдардың жүрегі қатайып кеткен дейсің ба? Қаншалықты адамның әдемі сөз бар, жүрегің жылы болса, жұмсақ болса, бәрін жақсы көресің дейді. Ал тілің жұмсақ болса, сені бәрі жақсы көреді дейді. Сондықтан мейірімнің әсіресе адам бойындағы рухани құндылықтарға келген кезде Абайдың өзі айтады ғой бізде, барлық қасиет қайдан шығады дейді? Жүректен шығады. Сол үшін адамның жүрегі, адамның бойындағы бір кесек, жүрек қандай болу керек дейді? Таза болу керек дейді. Жүрек таза болса, жүрек кірленсе не болады дейді? Бүкіл дене кірленеді дейді. Сондықтан мейірімнің де, құндылықтардың ішіндегі мейірімнің де ғажап бір орны бар өзіндік. Рахмет, отыра қойыңыз. Мен сіздерге қазір тұлғаларды көрсетіп отырамын. Сіздер не істейсіздер? Атап шығамыз. Кім бірінші атайды екен? Атап отырасыздар. Бірінші кімді көріп тұрсыздар? Бауыржан Мұсылының келіні. Күрең тамыр. Зейнеп. Күрең тамырдың авторы. Зейнеп Ахметова. Келесі. Бауыржан. Қандай шығармасын?
жатырмын деп ойлайсыздар? Себебі бұл Қазақстанды танытатын, Қазақстанды андай әлемге андай танытатын тұлғалар деп ойлаймын. Тұлғалар десе тағы да. Халыққа еңбегі сіңген тұлғалар деп ойлаймын. Тағы да. Біздің күтетін адамдарымыз. Тағы да. Біздің әйеліміздің мақтанышымыз. Мақтаныштары. Енді таңғы тілегіміз, әдемі сабағымыз жылы лебізбен басталды. Ендеше Амира ұстай өзің. Ендеше бүгінгі сабағымызды біз өзіміздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының әдемі тілегімен сабағымызды аяқтағымыз келеді. Бабаларымыз бізге ұлан жерді мұра етіп қалдырды. Олардың аманатына адал болу баршамыздың киелі парызымыз. Азаттық үшін алысып, ел үшін жан пида еткен батырлардың ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Еліміздің